Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен лимонды қалай морозилкада қатырамыз және де холодильникте ұзақ мерзімде жаман болып қалмау үшін қалай сақтаймыз, соны сіздерге көрсетіп өтемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер, мұқият тыңдаңыздар. Алдымен лимондарымыздың бетін жуып аламыз, қағаздарын алып тастаймыз және де осылай ортасынан бөліп шығамыз. Или болмаса төртке бөлсеңіздер болады, домалақ істесеңіздер болады. Мен осылай ортасынан бөліп жалпақ етіп істедім. Енді 700 граммдық банкымызға бір 4-5 лимонымызды осылай кішкене салып аламыз, үстіне қант саламыз. Кішкене салып алып бетіне қант саламыз. 2-3 қасықтай қант сала беріңіздер. Лимон кеселі болғандықтан қант аз болса жаман болып айнып қалады. Холодильникте тұрған кезінде сөйтіп кішкене лимон салып, үстіне қайта қант салып, осылай банкымызға теріп аламыз. Бұл бізде холодильникте беймарал ұзақ уақытқа дейін тұра береді. Қант етіп, как варенье сияқты етіп жауып қоясыздар бетіні. Өзі қанты еріп, лимонның соғы шығып, өзі холодильникте әп-әдемі болып тұра береді. Шайларыңызға салып іше беретін боласыздар. Кез келген кезде алып, енді морозилкаға қалай қатырамыз, соны айтып өтемін сіздерге. Барлығын доп-домалақ етіп, қалыңдау етіп турап алдық. Доскамызға бетіне пакет немесе пищевой пакет қойып, осылай доп-домалақ етіп, бір-біріне жабыстырмастан қойып, морозилкаға қойып қоямыз. 2-3 сағатта қатып шығады бізде лимондарымыз. Қатып шыққан кезінде осылай базарларда арнайы контейнерлер болады. Тамақ салғанға, зат салғанға, соны алып, ішіне әбден осылай қатқаннан кейін, 2-3 сағат қатып шыққаннан кейін осылай салып қоямыз барлығына. Морозилканың бір бұрышына салып қойсаңыз, ертеңгі күні суық күнде немесе тұмауратып қалған кезде шайларыңызға салып демдеп іше бересіздер. Өте пайдалы және де алтыларыңыздан шығады. Морозилканың бір бұрышына салып қоясыздар, қалаған кезде алып істете бересіздер. Жаңағы қант салып қойған лимонды да кез келген кезде пайдалануға болады. Өзі қанты еріп, суы шығып, варенье сияқты болып, холодильникте тұра беретін болады. Міндетті түрде осылай дайындап қойыңыздар. Сіздерге лайфхак ұнаған болса, парақшама тіркеліп, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да көптеген лайфхактармен және де рецептілермен бөлісетін боламын. Баршаңызға рахмет.